трендте жүрген мандарин букетін жасадым. Жасаған букетімнің қалай шыққанын бағалап кетсеңіздер. Мына жерде менде ровно 51 штук мандарин. Құрбымыздың туған күні болатын болып, соған қыздармен ақылдасып, осы бір трендтегі букетті сыйлауды шештік. Керекті заттарының барлығын бір күн бұрын алып дайындап қойдым. Сол туған күні болатын күні таңертең букетті жинауға кірістім. Мына жерде бір мандаринге 2 шпажкадан кетеді. Сол кезде жақсы ұстайтын болады. Барлығын дәл видеодағыдай жинап, жақсылап, скотчтап, нығыздап орап шығамыз. Одан кейін мандариннің түсіне осы қара түсті қағаз жақсы үйлесетін шығар деп қара түсті таңдадым. Ал қыздар, осы мандарин букетін жинауға қанша ақша кетті деп ойлайсыздар? Жалпы сіздер жақта бағасы қанша болып жатыр? Видео астына жаза кетсеңіздер болады. Жалпы бұл букетті жинауға менде 1 сағаттай уақыт кетті. Нәтижесі өзіме қатты ұнады, өте әдемі болып шықты. Құрбыма да ұнайды деген ойдамын. Сіздер де букеттің бағасын беріп, видео астына өз пікіріңізді жазып кетсеңіздер болады. Барлықтарыңызға рахмет.